Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Білім алушылардың қызығушылығын арттырудың ынталандыру әдістері атты онлайн курсқа қош келдіңіздер. Менің аты-жөнім Жүнісова Ләззат, әдіскер, педагог сарапшы. Бүгінгі күні мұғалімдер арасында оқушылардың мотивациясының төмендеуі бойынша көптеген мәселелер туындауда. Оқушылардың мотивациясының төмендеуі немесе мүлдем болмауы әртүрлі жағдайларға байланысты. Сондықтан да бүгінгі заман оқушыларын оқуға ынталандыру үшін заманауи педагогикалық әдістерді қолдану керек. Біз курс барысында әр жастағы оқушылардың мотивациясы неге негізделгенін, оқушының жас ерекшелігіне қарай қандай тәсілдер көмегімен мотивацияны көтеруге болатынын, мотивацияның көтеру барысында әр баланың даралығын қалай ескеру керектігін, мотивацияны диагностикалау және оның негізінде ынтасы төмен оқушылармен қалай жұмыс жасау керектігін үйренеміз. Ең бастысы, біз педагогикалық ресурсты сақтауды, эмпатия мен эмоционалды интеллектті дамытамыз. Әр модульде тек тәжірибелік құралдар, нақты мысалдар және курстан алынған білімді өз педагогикалық практикаңызға енгізуге көмектесетін тапсырмалар бар. Бірінші модульде біз Қазақстан Республикасының білім беру жүйесінің нормативтік негіздері мен педагогтың құқықтары, міндеттері және кәсіби жауапкершілігімен танысамыз. Екінші модульде біз оқу мотивациясының психологиясына терең үңілеміз. Ішкі және сыртқы мотивация, жас ерекшеліктеріне байланысты мотивацияны ажыратуды, оқушының танымдық қызығушылығын арттыруды, өз-өзін бағалауы мен рефлексиясы және сол рефлексия негізінде сапалы кері байланыс беруді үйренетін боламыз. Үшінші модульде біз тұрақты қызығушылықты қалыптастырудың педагогикалық шарттарын, тұлғаға бағытталған тәсілдерді, педагог пен оқушы және оқушы мен оқушы арасындағы позитивті қарым-қатынасты орнатуды және оқушылардың жеке ерекшеліктерін ескеру әдістерін меңгереміз. Төртінші модульде мотивацияны диагностикалаудан бастап ойын технологияларына, жобалық және зерттеу жұмысына, цифрлық құралдар мен қалыптастырушы бағалауға дейін ынталандыру әдістерін педагогикалық тәжірибеде қолдануды үйренеміз. Бесінші модуль мұғалімнің өз мотивациясына бағытталған бөлім. Өз сабағымызға педагогикалық рефлексия жасауды, кәсіби шаршаудың алдын алу технологияларын, эмпатия мен коммуникативтік дағдыларды дамытуды үйренетін боламыз. Сізге сәттілік тілеймін. Бұл курс сіздің кәсіби өсуіңіздің бір бөлігі болсын.